Сәлем қыздар, бүгін өте дәмді әрі өте пышный, сондай жұмсақ болып шығатын булочки дайындайтын боламыз. Қамыр үшін бізге жылы сүт, жылы су, тұз, қант, дрожжи қосып алып араластыратын боламыз. Одан кейін ол апарамызды 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Сол уақытта ватрушканың начинкасын дайындаймыз. Творогқа қант, 2 жұмыртқамызды қосып, 1 келкі масса шыққанша араластырамыз. Начинкамыз дайын болды. 15 минуттан апарамызды ашып, жұмыртқа ұнымыздың жартысын салып, қолымызбен нан илейтін боламыз. Одан кейін 2 жартысын саламыз да толығымен жұмсақ, кішкене ғана қолға жабысатын сондай нанды илеу қажет болады. Қамырымыз осындай жұмсақ және де қолға жабысып тұру қажет болады. Қамырды 1 сағатқа жылы жерге сақтап қоямыз. Ашқан қамырымыз осындай паутинка болып шығу қажет. И осы қамырымызды бір жерге жинап аламыз да, шет-шетінен кішкене алып, уже булочкаларымызды дайындайтын боламыз. Булочкаларды бөлген кезде бірде қыл весидің көмегімен де бөлсеңіздер болады. Негізі 60-70 грамм самый орташа размер болып саналады. Ал мен сияқты үйде жасайтын болсаңыз, осылай көзбен алып, примерно бірде қылып жасай берсеңіздер болады. Видеода мен ватрушканы бастапқыда жасап жатырмын. Бірінші осылай домалақ қылып қойып аламыз барлығын. Енді келесте мен шоколадный начинкамен немесе вареный сгущенка қоссаңыздар, варенье, сондай неше түрлі заттар қоссаңыздар болады ішіне. Мен бүгін шоколадный қылып жасаймын, сіздерге көрсетіп жатырмын, примерно қалай жасауға болатын. Нанды жайып аламыз да, бір шетіне начинкамызды салып, обязательно жақсылап тұрып осы жерін түю қажет болады. Одан қазір осылай кішкене бөліктер жасаймыз, осылай кесіп үстіне орайтын боламыз. Сол кезде әдемі бір рогалик сияқты әдемі булочка шығатын болады. Дайын болған булочкалар силиконовый коврикке немесе пергаментке қоясыздар да, өстіп 10-15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Енді біздің ватрушкамызға начинка салу қажет, сондықтан да ортасын осылай кішкене басып қоятын боламыз. Творогтан жасалған начинкамызды ватрушканың үстіне салатын боламыз. Булочкалардың үстін осындай жұмыртқаның сарысымен сүтті араластырып, үстіне жағып шығатын боламыз. Булочкамызды ысып тұрған духовкада верхний режимінде 170 градуста 15-20 минутта қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Біздің үлпілдек өте дәмді булочкаларымыз дайын болды. Осы рецептпен менде 9-10 штук булочка шықты. Істеп көріңіздер, барлықтарыңызға сәттілік. Рецепт ұнаса осы каналға жазылып кетіңіздер.